Қазақ даласына бір зобалаңнан соң бір зобалаң тап болып, айрықша қысастықтан көз аша алмаған қытымыр заманда дүниеге келіп, көз ашқан осы бір ұрпақ қандай қайсар еді. Аштықтың орнын арманмен, жоқтықтың орнын таудай талаппен, жетімдіктің орнын жасымас жігермен толтырып, ошақтың орнындағы сояудай айбынын жықпай, айылын жимай андыздап өсе берген. Өрт жіберсең де желегін жалынға күйдіргенмен, өзегіне от тартпай, қайтадан өніп, қайтадан өрбіген. Алшындай азуға іліксе де ажалға бой алдырмаған. Соның арқасында оталған орман қайта көгеріп, қуарған тақыр қайта құлпырған. Өздері туғанда өртенге шалдыққан айтулы ұрпақтың орнын басып, ізін жалғастырып, тұяқтың орнына тұяқ болып қосылып, толымды өтеу бола алған абыройлы ұрпақ, өз бақытын өзі сомдаған жасампаз ұрпақ, ұлттық намысымыздың жығылмас туындай тәкаппар ұрпақ. Біз бұл мектепке 1947 жылы келдік. Ол 47 жылы Жамбыл қаласында интернат ашылып, ол интернатқа 200-ге тарта бүкіл облыс бойынша балалар келді. Ол интернат ашып жүргені отан соғысы 45 жылы бітті ғой. Сол 2 жылдың арасында сол жетім қалған балаларды асырап, оларға тамақ беріп, киім-кешек беріп, оқытты. Қазір базар орнында жоқ, көк базар дейтін біз, соның арғы бетінде интернат болатын. Интернатта үлкен қора, жаңадан соғыла бастаған қора, соған бәріміз қазақ балалары. Шерхан, Қаратай, 200-ге тарта бала жиналып оқыдық қой. Ертеңмен осы жүріп отырып, осы Жамбыл мектебіне келетін біз. Ол кезде Жамбыл мектебі Пушкин көшесінің аяғында. Сонда бір 3 километр, 2 километр жерге келіп, ертеңмен сөйтіп тарап жүретінбіз. Шерхан Мұртаза төбелеске жақын болатын, ал Қаратайда ондай не жоқ, бірақ та Қаратайда мен сияқты аласа бойлы жас жігіт қой. Сондықтан да шығар интернетте ондай төбелеске шамамыз келмейтін. Сегізінші сыныптағы ең кішіміз Қаратай деген әлжуаз, мұрнын қайта-қайта тарта беретін бала еді. Ал енді сол ең кішіміз әдегеннен бәрімізден күшті болып шыға келсін. Әсіресе алгебра, геометрия, тригонометрия дейтін сабақтардан алдына жан салмайды ауазамын. Аталған пәндердің мұғалімі Хабиба Дәджиева деген апайымыз еді. Соғыс жылдарында Сталиннің бұйрығымен Кавказдан Қазақстанға жер аударылған Қарашай малқарлардың әулетінен. Апайымыз жұмыс көзінде қатал көрінетін, бірақ көзінен мейірім шуағы сезілетін кездерде болады. Әсіресе Қаратайды тақтаға шақырғанда, жүдеу тартқан ашаң жүзі бір түрлі нұрланып, шырайланып шыға келер еді. Қаратайды жақсы көріп зеректігіне сүйсінетін мұғалімдердің тағы біреуі Аргуния дейтін апайымыз еді. Физикадан сабақ беретін. Сол апайымыздың ықыласына бәріміз де қызығамыз. Бірақ
физиканы Қаратайдай жақсы біле бермегендіктен Бекзат апайдың назарына іліне бермейміз. Сөйтсек, ол кезде қайдан білейік? Ол атақты заңгер, халық жауы Жақып Ақбайдың қызы екен ғой. Шерағаңмен, Шерхан деп сөйлеседі. Ана кісі Қаракай деп сөйлеседі. Қара, бірақ араңызда Шерағаң одан үлкен, 1-2 жас үлкендік бар. Осының аралығының өзінде бір балалық шақта қалыптасқан бір әдемі дүние болу керек. Шерағаң екеуі мектебін іздеп жүр дейді. Мектеп деген ол кезде қоймаға айналып кеткен екен. Сонда екеуі отырып айтады дейді осы жерде. Мына жерде Шерхан сен отырғасын, мына жерде Данайып отыратындығын, мына жерде мен отыратындығым. Сонда қыс кезінде далаға шығып көру үшін жалаң аяқ жүгіріп барып беретіндігін айтатындығын. Сонда бір бала ауырған жоқ деп айтады дейді. Соның бәрін сұраймыз ғой. Соншама 20-30 градус суықта қалай жалаң аяқ қана 100 метрге жүгіріп барып бердіңіз, сыртқа шығу керек болады ғой. Сонда айтады, бір құдірет, бір құдай деп. Екеуі мектеп бітірейін деп жатқан, екеуі де жақсы оқиды. Бірақ енді ауыл балалары мен қала балаларының арасында кейде төбелес болып тұрады екен. Осы 2-3 күн бұрын сондай бір төбелес болған сыңайлы. Содан енді жаңа мектеп директор шақырыпты. Зәреміз кетті дейді. Мектептен шығып масқара болдық, ауылға қалай деп барамыз деп төмен қарап тұрады. Көңіліміздің орнында тұрмағанын сезіп мектеп директор күлді дейді. Ай, қорықпаңдар, ештеңе де жоқ. Ертең сендерді сағат 11-де облыстың комсомол комитетінің бірінші хатшысы Асқаров шақырып жатыр. Ертең киімдеріңді түзеп, шаштарыңды дұрыстап тарап, барыңдар деп айтты дейді. Содан екеуміз келдік дейді. Екеуің қалайсыңдар, болашақта не ойларың бар деп айтты дейді. Оққымыз келеді аға деп айтты дейді. Сонда қайда оққыларың келеді деп айтты дейді. Қаракең айтты, мен тау-кен инженері болғым келеді депті. Шархан Мұртаза айтыпты, мен адам жан инженер жазушы болғым келеді деп сөйтті. Осылай жаңа комсомолдық жолдамаменен біреуін жаңағы түрлі түсті металлургия институтына, Шерағаңды Ломоносов атындағы Мәскеу университетінің жолдама беріп түскен екен. Зобалаң болған ашаршылық жылдары туған ұрпақ, олар соғыстан кейінгі кезеңде ұмтылып қазақ жастарының алды болсақ деп елімізге бір пайда жасайтын, экономикасын көтеретін. Бұл кісі сол геология мамандығын таңдап келіп, жезқазған Ағадыр жақтарында, геология партияларында даланы кезіп жүріп өскен адамдар ғой. Бұл кісі өзі айтатын кезінде бүкіл Жезқазған өңірін жаяу аралап шыққан бірінші адам Қаныш Сәтбаев болса, мен сол кісінің шәкірті ретінде екінші 3000 шақырым жерден астам жаяу аралаған жерім бар деп. Геология деген ол бір анау кір су кіреді ғой, фильтр қояды ғой, фильтрден шығады таза. Геология деген сол фильтр. Геологияда біріншіден жай адам бармайды, ұмтылыс адам барады, романтик адам барады. Сосын геологияда жұмыс қалада емес, далада, қиыншылықта, соның бәрін шыдап, ары қарай істеп кеткен адам, ол нағыз керемет адам болып шығады. Сол мектептен Қаракең өтті, мінезі де, өмір тәртібі де, ісі де сондай мықты, таза адам. 50-ші жылдардың ортасында ол кісі Қарағанды облысы Егіндібұлақ ауданында геолог жұмысын басқарған. Сонда бір Егіндібұлақ ауданына барғанда осы Қаракең туралы әңгіме болды. Осындай азамат деген деп және мақтанышпен айтып отырды. Сол жерден өскен, біздің арамызда бірге істегенбіз дегендей. Ол кісі Жаңарқа өңірінде Қаражал қалалық партия комитетінің бірінші хатшысы болды, екіншісі болған, бірінші болды. Содан кейін орталық партияға ауысқанда сол кездегі бірге істеген азаматтардың пікірлері де өте жақсы болатын. Сол кісінің адамгершілігі, кісі тыңдау қабілеті бар. Сол кісі енді өмір бойы міне сол қалпында жұмыс жасады. 2270 теңге барлық пайдалы қазбада. Жергілікті менге республикалық партиялық комитеттің өндіріс саласын басқарды. Сол жерде мен Жезқазғанда жұмыс істедім, 80-90 жылдар 10 жылдай. Сол кезде осы Жезқазғанның жағдайын білуге, сол жерде басқа өндіріс орындарынан шақырып кеңес өткізуге сол сіздерден келіп тұрады. Келгенде қарапайым кісі, енді өзі өндірісте жұмыстаған бәрі қарапайым болады. Жұмысын қызметін өндірістен бастаған. Ол тек қана қарапайым емес, осы саланың жетік маманы ретінде
әр саладан келген мамандар проблемасын айтып алған кезде Тұрысов ол мәселенің қалай шешілетін жолында нұсқап жібереді тұғын. Ол былай етсең де тіпті қатып кетеді деген сияқты. Қаратай ағаның бір жақсы бірігіп жұмыс істеген кездері Өзбек әлі Жәнібек екеуінің Торғайды аяғынан тұрғызған кез еді. Торғай шалғайда қалып қалған сол атсызын сала бермейтін ауылдардың бірі еді ғой ол кезде. Бірақ шын мағынасында Алаштың арыстары шыққан топырақ. Міне сол жерге арнайы осындай халыққа жақын адамдарды жіберген болу керек Димекеңнің өзі де. Өзекеңде өзі қазақтың рухани кеңістігі десе, соның бәріне жүрегін суырып беріп жүретін адам, театрда барып суды ашып жатты. Қарекең атаяғы бармайтын ауылдар бар, солардың бәріне жағы барын салып қызмет етті. Екеуі қоныстасып жүріп кәдімгі үлкен бір жаңа тіршілік жасағаны біздің есімізде. Бір қызығы, екеуміздің шашымыз ерте қарды. Тіпті алабоз көрінер селдір ақ шаш емес. Алыстан әппақ қардай болып бұрқыраған қарасы жоқ ақ шағыл шаш пайда болды. 47 жастағы Қаратай Тұрысов 1981 жылы Қазақстан кәсіподақтар кеңесінің төрағасы болып, ақсақалдық зор қызметке сайланғанында әппақ шашы мыңның біріндей көрініп жарасып тұрды. Сымбатты жүзіне, сұңғақты тұлғасына қарағанда жап-жас көрінсе де, ақ түбіт шашы тегін кісі емес екендігін айғақтады. Қарекең бүкіл одақтық кәсіптік одақ кеңесінің төрағасының орынбасары болды. Ондай биікке Қарекеңге дейін тек Тұрар Рысқұлов жеткен болатын. Сол қызметінде өте ірі істер атқарған. Мен біреуін ғана айтайын. Но, конечно, сердце Владивостока, его пульс – это порт. Партияның беделі түсе бастаған кезде, оның басшылығындағы біраз адамдардың жеңіл сөздері халықты ашу-ызаға булықтырған кездері бар. Соның біреуін орталық комитеттің хатшысы Никонов деген кісі Владивосток қаласында айтады, балықшыларға байланысты. Содан балықшылардың ереуілі басталады. Сол ереуілді реттеуге Қаратай Тұрысов жіберіледі. Кейін сол бойынша Мәскеуде үлкен кеңес ашылады. Сол кеңесті Қаратай Тұрысов жүргізетін болады. Ең соңғы сәтте үкімет басшысы Николай Рыжков Қаратай Тұрысовқа көмек ретінде орталық комитеті хатшысы Бирюкованы, қаржы министрі Павловты және ВЦСП-ның төрағасы Шалаевты жібереді. Олар жиналысқа келеді, сонан кейін өздерінің артық ауыз ақылдарын айта бастайды. Сонан кейін тізгінді қолына алып, микрофонды қолына ұстап, Қаратай Тұрысов, товарищи Бирюкова, Павлов, Шалаев, работу комитета мы продолжим без вас. О результатах мы вас оповестим. Прошу освободить зал дейді. Политбюро мүшелеріне кандидатқа, министрлерге. Олар аң-таң болып залдан шығып кетеді. Сонан кейін тағы да 2-3 сағат ырғасып, балықшыларды келеге келтіреді Қаратай Тұрысов. Сол жиналыстан кейін ВЦСП-ның төрағасы Шалаев Қарекеңге келіп, Қаратай Тұрысович, однако вы нахал, но вы правы. Я с вами соглашаюсь, вы поступили совершенно правильно дейді. Міне, Қаратай Тұрысовтың одақ көлеміндегі беделі осындай болған. Қарағай! 87 жылы Кеңестер одағының үлкен делегациясы Біріккен ұлттар ұйымына барады. Сол депутаттарда бүкіл одақ кәсіподақтардың хатшысы Қаратай Тұрысов бастап барады. Сонда жаңағы орталық комитеттің енді жауапты лауазымды адамдары 80 жылдың әлі өте басына қоймаған орталық комитетінің қазақ ұлтшылдығы туралы заңы қабылданған кез. Сол кезеңдерде Қаратай Тұрысовтан кейбір арандатушылардың, баспызарлардың әсерінен болған кесел деп жуып шайып Кеңестер одағының осындай достық қарым-қатынастарын мәлімдеп, Біріккен ұлттар ұйымының мінберінен айтқаның дұрыс қой деп сөйлейтін сөзіңізді бізге көрсетіп алыңыз деп сондайлар уәжді айтады. Бірақ Қарекең Біріккен ұлттар ұйымының мінберінен мүлдем басқаша сөйлейді. Современный мир поставлен перед выбором, который будет иметь решающее значение для будущего человечества. Пойдем ли мы по пути конфронтации
силового противоборства, ведущему к пропасти небытия, или, осознав качественно новые реалии, решительно выступим в пользу практической реализации идеи построения безъядерного мира, созданию равной для всех государств и надежной безопасности. Осы баяндаманы көрсетті. Мен соны тыңдадым. Сосын кейін келіп сұрадым. Сіз Біріккен ұлттар ұйымының төрінден сөйлеген бірінші қазақсыз ғой деп сөйттім. Жоқ, айналайын. Тарихта қиянат жасауға болмайды. Бірінші Біріккен ұлттар ұйымының төрінен сөйлеген атақты Төлеген Тәжібаев ағам 1957 жылы Біріккен ұлттар ұйымының үлкен мінберінде Кеңес одағының атына сөйледі. Өткен ол кезде ол кісі Үндістандағы СССР-дің төтенше және өкілетті елшісі болатын. Бірінші сөйлеген қазақ сол, енді екінші сөйлеген қазақ мен болармын деп сөйттім. Сегодня утром в нашей программе в 6 часов 30 минут состоялся прямой эфир телемоста СССР-США. Қайта құру жылдарында Америка Құрама Штаттары мен Кеңес одағы арасында телекөпір өткізу дәстүрге айналды. Соның алғашқысына Кеңес одағынан саяси айтысқа 2 адам шыққан. Біреуі жоғарғы кеңестің ұлттар кеңесінің төрағасы «Известия» газетінің бас редакторы Иван Лаптев, екіншісі кәсіптік одақтар кеңесі төрағасының орынбасары қазақ азаматы Қаратай Тұрысов. Депутат Верховного Совета СССР Туруйсов Каратай. Я так понял, что господа конгрессмены скрупулезно следят за иммиграционным настроением в нашей стране, но мне хотелось бы узнать, что знают ли господины конгрессмены о том, что в течение десятилетий в Америке существует дискриминационная визовая практика против туристических групп советских трудящихся и против профсоюзных активистов советских. И что по этому думают и как дальше будет это дело развиваться, несмотря на Хельсинкийское соглашение по правам человека и так далее. И в этой связи хотелось бы знать, как думают господа конгрессмены, не является ли это нарушением прав американских трудящихся пригласить своих гостей по своему выбору к себе? Сондағы Қарекеңнің өзін ұстауы, айтыс аргументтері, полемикаға шеберлігі бәріміздің айызымызды қандырып еді. Сонда Америка Құрама Штаттарының заңдарынан да кінәраттар тауып, жұмысшылардың ереуілдеріне кедергі келтіретін баптарын тауып алып, жаңағы өздерімен айтысып отырған 2 сенатордың 4 аяғын біресіп кеттік. У нас есть определенные ограничения, и в той мере, которую мы можем преодолеть, Хельсинкский комитет Соединенных Штатов пытается решить эту проблему. Мы хотели изменить это законодательство и провели соответствующие... Кстати, я тоже выступал в Сенате и говорил, что это отвратительный законопроект. Баяғы кезде билер, батырлар, айтқан сөзі халықтың құлағына пайғамбардың сөзіндей кіретін ақсақалдар болған ғой. Осы біздің заманымыздың 20-21 ғасырлардың тоғысында сондай кісілердің біреуі деп мен Қаратай Тұрысовты атар едім. Айтқаны ел аузында, мақсаты жалғыз. Ол осы қазақ елінің жайнап өркендеуі. Тілегі ата-бабаларымыз сан ғасырлар армандап өткен тәуелсіздік мәңгілік болса дейді. Сол үшін портфель ұстап тек қызметпен ғана жүрмеді. Ойларын қағазға түсірді, кітап қылып шығарды. Жастар оқысын, экономика мамандығын игерсін деді. Қаратай Тұрысов тек қайраткер емес, ол экономист ғалым. Лауазым қызметтер істегеннен ғылымға кейін қатты араласып, Қаратай Тұрысовтың экономикадан докторлық диссертациясына мен бір жағы оппонент, бір жағы пікір жазып қолдаған едім уақытысында. Өндіріс экономикасын, өнеркәсіп экономикасын жақсы игерген азамат. Жанталасып, Қазақстан халқын, Қазақстан мемлекетін абай атасы құсап өрге сүйрелеуге тырысты. Еш уақытта біреуді үлкен, біреуді кіші деп қарамайтын кісі еді. Керісінше біз жаспыз, ол бізді қасына жақындатып, қазіргі саясатқа байланысты бағыт қалай болу керек, әсіресе ол кісі кадрлық мәселеге көп әңгіме айтатын еді. Сол кездегі тәуелсіздіктің басында қызмет істеп, осы елге араласқан кезде Қарекеңмен болған әңгімелерде кейде
тайғақтап қалатын жерлер болса хабарласып ақыл сұрап тұратын едік. Ол кісі еш уақытта жоқ деп айтпайды. Біздің өзімізді өзің туған бауырындай жақсы көріп тәрбиелеп өстірді, шын айтқанда. Біздің парламент жоғарғы кеңес деп аталатын, сонда 360 депутат болатын. Ол депутаттардың жартысынан астамы әлі одаққа қарап отыратын. Ең бір шуылдаған кезде Қарекең сөз алып, қысқа сөзбенен соны дәлелін қайтарып, енді біз қазір ол Мәскеуге сілтей беруді қою керек. Мына жақта өзіміздің мамандарды дайындару керек, өз мамандарымызды өсіріп, еңбектің өзін біздің сұранысқа сай жасау керек деген. Соның теориясында, соның тәжірибесінде халыққа ұсынылған адамның бірі осы Қаратай Тұрысов болды. Қалтасының түбі тесік бюджетті бекіту үшін осы Қарекең көп шығушы еді. Қарекең шығады да айтады, әй, мен де сендердің кеше іштеріңнен шыққан едім ғой. Қар қылады деп отыр дейсіздер ме сендерді? Ақша жоқ деп әңгіме осылай бастайды ол кісі. Зал дуылдатып кеп қол соғады. Сосын бір неше түрлі анекдоттарды айтады, сөйтіп отырып арасында біреу дұрыс олаған біреу сөз сөйлеп жатса, ай, тұқымың өскір, сенің сөзің маған ұнап отыр деп риза қылып қояды. Сөйтіп отырып жағы түбі тесік бюджет қалай шешіліп кеткенін жағы депутаттарымыз бұлай шығып алып, Қаратай Тұрысов бізді арбап жіберді ма, алдап жіберді ма, өткізіп жіберді. Кеше ғана қарсы сөйлеп, осыны тоқтатамыз деп отырушы едік, бәрін ашып салды ғой деп отыратын. Міне халыққа жақын жүру деген сөз осы. Дәл сол кезеңде, 90-шы жылдардың өтпелі кезеңінде Қаратай Тұрысов секілді қазақ елінің барын түгендеп, жоғын жағы іздейтін осындай бір тұлғалар керек еді. Қарекең біздің көкірегімізде тура осы мінезімен қалды. Біздің бюджеттің 75%-ін беретін осы минералды шикізат. Осы базаны дамытуға, сақтап қалып арқырды дамытуға алғаш қолын ұшын созып, үкімет мүшелерінің құлағына құйған осы Қаратай Тұрысов. Егер ол кісі болмаса, енді білетін кісі сол ғана болды ғой үкіметтің құрамында. Геологияны сол ұмытып қала берсе, біз өте қиын жағдайға келер едік. Сол кезде геология енді жайнап жүрді. Біз инвест программада жасадық, барлық системаны да құрдық, геологический музейді жасадық, таң қалатын адамдардың. Сондай болды, сондай болғанына Қарекеңнің үлесі өте зор. Вице-премьер болып жүргенде, ол тек қана премьерге емес, ол президентке де айтып жүрді барлығын осыны. Тәуелсіздік еліміздің биіктеп бір тіріліп кетуіне, жақсы болып кетуіне атсалысқан адамның біреуі Қарекең еді. Қарекеңді мен бізге министр болып келгеннен кейін таныстым. Жаңа басшы келді, танысты, спорттың адамдарын жинады. Мен де сол жай тренерлік жұмыста жүредім. Әмин, сен бұл сенің орның емес. Егер де қазақтың балдарын, спортшыларды дайындамыз келсе, сен осы спортты басқар деп жеңілдетігі командасының бас бапкері қылып сайлады. Бұл кісінің адамшылық қасиеттері, қарапайымдылығы, өзіне тартып тұратындығы, достықты жыйлайтындығы, азаматтарды сыйлайтындығы көрініп тұрады. Қаратайға сайлау комитетінің төрағасы екен. Бұл енді 93-94 болып қалған шамасы. Сол кезде Асанбай Асқарыш ақталып, таза шыққан кезі болатын. Күндердің күнде маған бір түнгі қоңырау түсті. Қоңырау соғып атқан менің өзімнің ауданым, Меркі ауданы Жамбыл облысының әкімі екен. Бақыт Сауранбаев деген азамат. Сол звондап, аға, биыл жоғарғы кеңеске депутат сайлайық деп жатырмыз. Біз сізді қалап отырмыз, қалай қарайсыз аға деді. Мен бірден ештеңе айта алмадым. Мен айттым, айналайын, Бақыт, сен тұра тұр. Мен Асанбай ағамен бір ақылдасайын. Сол маған керек пе екен осы? Дегенде үлкен сұрақ қойып, түніменен шынында да ойлы болып шықтым. Түске таман Асанбай Асқарыш үйіне бардым. Қалай қарайсыз деп, жасың қаншада деді. Мен айттым, аға, мен 45 сенен асып бара жатырмын ғой. Онда сен жұмыс істейтін кезең екен ғой. Қазір мен Қаратаймен сөйлесейін деп, Қаратай Тұрысовқа сөйден үйіндегі телефонмен звондады. Екеуінің не сөйлесіп жатқанын білмеймін. Асанбайға рахаттанып бір күліп алды. Мынау Алтынбек деген інің бар, Қорозбаев. Бұл жігіт маған келіп отыр, менен бата сұрап отыр. Саған қазір келеді деп сөйтті. Сөйтіп тағы бір үнсіздік пайда болды телефонда. Мен бұлар сөйлемей қалды дедім. Үнген жай ойлады, жарайды енді, қазір келеді саған деп, бірақ бір мұңайған бір түрін байқап қалдым.
Содан әлмін деген жап жақын жер жаңағы Қаратай Тұрысовтың қабылдауында болдым. Шай беріп отырып, сен Шерхан Мұртаза деген ақсақалды естідің бе деді. Ойбай естіген не аға? Ол кісінің бірнеше кітаптарын оқығам деп жатырмын ғой. Онда бүгін таңертең 9-да барып Меркі ауданына сенің Бесшерханаға арыз беріпті. Ол кісі де депутаттыққа түсейін деп отыр. Ештеңе жоқ. Екеуің ағайынды екеуің түсесің ғой деді. Мен орнымнан тұрдым да күлдім, ойланбастан аға дедім, мен тура осы сіздің алдыңызда мен өзімді өзім қайтадан шақырам. Отказ дедім ғой орысша. Содан ол кісі әбден күліп алды. Сол айтқандай Қаратайға бір әділ, бір керемет азамат еді. Ешкімнің көңілін қалдырмайтын. Ол кісінің ұрысқаны қызық еді. Ой, тұқымың өскір дейтін. Ойлап қаласың, ұрысып жатыр. Жо, тұқымың өскір қандай керемет сөз. Ой, тұқымың өскір. Жолың болғыр балакесің деп сөйтіп отыратын. Мінекей осы келе жатқан кезде мына жерден кадр Қаратайға шығып келемін деп көз алдыма соны елестетемін да. Қандай ғажайып күндер еді, қандай ғажайып сәттер еді. Әттең дүние. Екі шақырылымда депутат болды мәжілістен. Есігі былай айтқан жабылмайтын. Енді жұмыс бойынша барып, бірден ақылдасып, сұрап неткенде, бір кісілер отырады. Біреу баласын оқып сүремдеп келеді, біреу ауырып сырқаттан жүріп келеді. Қаратай Тұрысұлы қолынан келгенше көмектесіп, сөйтіп отыратын. Кабинетіміз қатар болды, мен көріс кабинетте болдым. Тұрақты түрде сол барып, Қареке, шайыңыз дайын ба деп барып, сол шайын ішіп, әңгімелесіп отыратын едік. Ол кісі әзілді жақсы көретін. Соны көңілді көтеріп, бір жақсы адамға бір рух беріп, тұсада бір қасиеті мол азамат еді. Бір залда отырамыз, екеуі қатар отырады, баяғы интернеттағыдай. Мен олардың артында отырамын, екеуін қарап отырамын. Шерағаң бүйірінен түртіп жібереді кейбір бірдеңелерді анау. Ана кісі, ой, Шерхан, қой енді деп сөйтеді. Неге сейсің, өткен бюджет тақылап атқан кез ғой. Содан бір мынандай жағдай болды. Бюджет талқылап жатырмыз. Бәріміз енді әрқайсымыз өз регионымыздың, өз аймағымыздың проблемаларын айтып жатамыз ғой енді. Өкімет әрине қаржы жоқ дейді. Сосын Қарекеңе қараймыз бәріміз. Қарекең айтады сосын, әй саспаңдар дейді. Бұл өкіметтің тығып қойған кемінде бір 8 миллиард, 9 миллиард ақшасы бар дейді. Енді соны дейді, ақырындап шешіп алайық дейді. Ол үшін жамырамаңдар дейді. Қоныштарыңнан, ұсыныстарыңды шығара бермеңдер. Мынау таблицаға енгізейік, сосын талқылайық. Соның ішіндегі өзекті деген мәселелерге келген кезде біз осы мәселені шешуге тырысайық дейді. Соның аяғында өкімет өзінің резервінен жаңағы Қарекең айтқан 7 миллиард, 8 миллиард ақшаны шығарады. Соны бөліп, біз де мәжбіз, өкімет те мәжбіз, сөйтіп тарқасамыз. Тараз қаласының іргесіндегі Жасөркен деген ауылда дүниеге келген. Қазір ол кісінің атында сол Таразда мектеп бар, орта мектеп бар, ауылында бар, музейі бар шағын дегенде. Ол кісінің ең үлкен әдеті ауылына, еліне барған кезде қарияларды сұрайтындығы. Қызға өзі болағасы үлкен адам болып қалған кісі, бірақ қарияларды ана пәленше деген, түгенше деген қариялының ұрпақтарынан кім қалды? Кім қайда жүр деген әңгіме? Шерағаң мен Қарекеңнің туған жерін, оның ішінде Таразды қандай жақсы көрген мен сезімді бұрын-соңды көргем жоқ. Бір бітпейтін сағыныш. Өйткені олар ар жағындағы түбін ұмытпайды. Жай адам дүниеге келген кезде оп-оңай бір билікке немесе оп-оңай халықтың құрметіне бөлінбейді ғой. Сондықтан да Шерағаң айтатын сияқты Қарекең жастайынан сол қоғам қадірлейтін азамат екендігін танытқан, сол биіктен көтерілді. Мен ойлаймын, ешқандай арман жоқ. Егер де Қаратай Тұрысов сияқты осы 1000 жылдықтың тоғысында сондай әйгілі тұлғалар болмайтын болса, онда қоғамнан ұят болатын еді. Қоғамның ар ұяты болған Қаратай Тұрысовтардың мықтылығы да осында. Үкіметті басшысының орынбасары болып жүргенде машинесін сыртта қалдырып, үйдің сыртында өзі жаяу келетін. Жаяу ақырындап келеді, асықпай. Сосын ол жерде менің анам 80-ден асқан, сонда есік алдында отырса, міндетті түрде барып, ол кісіні амандасады, қолын беріп, жанында 1-2 минут отырып, жағдайын сұрап, содан кейін барып қана үйіне кіретін. Мынау Асанбай Асқаров дейді, азамат түрмеден шыққаннан кейін Шерхан Мұртаза үйіне қонаққа шақырды. Енді сонда бірге болдым.
Сонда отырған уақытта Асекенің үйіндегі жеңгеміз өмірде амал дос болады екен, адал дос болады екен. Сенің алдында өліп кетеміз деп айтқанда Асанбай қиын түскенде қасында таба алмады. Ал адал достары олармен хабарласып Асекенің түрмеден шығуына көмектесті. Міне сондайлардың біреуі міне Қарекен екендігін көрініп тұр. Кейде осы Қарекеңмен қатар сол қызмет істеген, бірге жүрген азаматтар кездесіп қалғанда Қарекең туралы көп әңгіме етеміз. Себебі ол соған лайық еді. Адамның ішкі дүниесі деген өте бір күрделі мәселе ғой, оны әркімнің әртүрлі пікірі бар, ойы бар, бірақ сол кісіге келгенде біздің бәріміздің де пікіріміз бірақ бір бағытта. Себебі ол кісіде адалдық, азаматтық, бауырмашылдық, халыққа деген жанашырлығы, елге деген сондай көзқарасы өте терең болатын. Енді сол қазақта әттеген-ай деген сөз бар ғой. Әттеген-ай Қарекең бәріміз үшін өте қымбат, әр кезде есімізде болады. Кеңсайдың басындағы азалы жиында айтқанымдай, ол маған мынау арзымы кетіп бара жатқан арзан дүниеден жалығып, ежелгі кәсібіне қайта кірісіп, қолына геолог балғасын ұстап, жас кезінде жаяу кезген Балқаш маңның ба, орталық Қазақстанның ба, тіпті теріскей Қаратау мен Талас Алатауының ба, әйтеуір бір алыс маршрутына шығып кетіп, әлі оралмай жатқандай. Жаңа кеніш табылған бір құт шоқының басында алыстағы біздерді сыртымыздан шолып, қасқая қарап тұрғандай көрінеді. Ғұмыр қысқа, ағаны өзіміз қолымызбен осы Алматыда шығарып салдық. Енді артқы бала-шағасы жеңгеміз бар, аман болсын. Енді ағаның өмірлік мына Қазақстанға беріп кеткен ғұмыры ұсақ болатынына біз кәміл сенеміз. Ол кісі біздің мәңгілік есімізде. Әскеркүл апамыз керемет кісі. Қазір міне көптеген ол қыздарын, немере шөберелерін тәрбиелеп отыр. Өте қазақтың былай айтқанда домалақ ана сияқты сондай бір керемет тұлға. Екі жақсының қосылғаны Қазақстанның дамуына үлкен әсерін тигізді. Ол кісі мен ерекше құрметтеймін, мақтан тұтамын. Осы геологоразведочный институт бар, сол кісінің атын бергеніне, сондай кісілердің елге көрсетіп, паш етіп, студенттерге көрсетіп, соны жасау керек. Геологияның ренессансы болады, қазақтың Сатпаевы табылады, қазақтың Қарайда тұрысшы шығады, осы жастардың ішінен. Сондай үмітпен өмір сүріп жатырмыз. Құдайға шүкір, мен сол Қазан революциядан бұрынғы туып өскен кісілер жолын көрген, солардың тәрбиесін алып қартайған кезде де мен әкем 79 жыл туған, 1879, 58 жыл қайтыс болды. Шешем де сол 81-де 79 жыл қайтыс болды, 9 жыл туған. Солардың тәрбиесін көрдім. Ал енді мен олардың тәрбиесін көргенмен, қандай мені коммунистік партия тәрбиелейміз, сол менде қалған ғой, білдің ба. Мен өзім балаларыма соны бердім. Ата-бабамыздың бізге
тастап кеткен жолын ұстап сол жолмен жүрсек ел боламыз, жұрт боламыз.